1937 жылы Қазақстан Республикасына жер аударылған. Әке шешем, аталарымыз. Содан 37 жылдан бері біз Қазақстанда тұрамыз. Өзім мектепті қазақ тілінде бітірдім, қазақ тілінде оқыдым, университетте де Казгуде қазақ тілінде оқыдым, қазақ тілінде бітірдім. Кейінірек осы бітіргеннен кейін биология пәнінің мұғалімі боламын деп ойладым. Бірақ осы музейге келіп, мен ең алғаш рет 92 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін жұмыс істеймін. Музейде палеонтология бөлімі болды. Ең алғаш келгенімде музейде осы палеонтология бөлімінің кіші ғылыми қызметкері болып жұмысқа қабылдандым. Біздің музейдің осы палеонтология залы мен үшін өте ыстық. Осы залды өзім өте жақсы көремін. Кезінде біз өзіміз осы экспонаттарды көптеген жерлерге, біздің музейден экспедицияларға барып, осы экспонаттарды тауып әкеліп, оны біз анықтап, кейінірек осы экспозицияға қойғанбыз. Біздің Орта Азиядағы ең үлкен музейдің ішінде 30 жылдан астам жұмыс істеп жатқаныма, қызмет етіп жатқаныма өзім өте қуаныштымын. Мына тұрған экспонаттардың бәрін біз Қызыл кітабын ашқан кезде ілгеміз. Біздің Қазақстан территориясындағы Қызыл кітапқа енгізілген жануарлар мен өсімдіктерді көрсететін осы зал. Мына музейге мен өте жас болып келдім. Осы музейге қаншама жыл, енді 31 жыл болды жұмыс істеп жатқаныма осы музейде. Ешқандай жерге ауысып барған жоқпын, қайтып келген жоқпын. Осы музейді енді өзім шын жүрегіммен жақсы көремін. Осы үшінші залдың диаспорология залында біздің күрд халқының ұлтына қатысты экспонаттар қойылған. Ең алғашқы бірінші экспонатын мен өзім әкеліп өткізгенмін. Енді біздің ата-бабаларымызды 37 жылы жер аударып Қазақстанға әкелген кезде бізге Қазақстан жері пана болып, Қазақстан халқына, Қазақстан жеріне өте ризамыз.